Оқушылар, бізде математика сабағы. Оқулығымыздың 54-ші бетін ашып, сабаққа дайын отырайық. Бүгінгі 90-ші сабақ. Құрылымы күрделірек теңдеулер деп аталады. Сендер бүгін құрылымы күрделірек теңдеулерді шешуді үйренетін боласыңдар. Балалар, мына суреттерге назар аударыңдар. Бірінші таразыда екі жағында әртүрлі заттар тұр. Сол жағында x килограмм және 25 килограмм, ал оң жағында 38 килограммдық қапшықтарды көріп тұрсыңдар. Енді балалар, осы екі жақ тең. Ендеше теңдеу құрастыруымызға болады. X қосу 25 тең болады 38. Бұл қарапайым теңдеу. Бұндай теңдеуді біз күнделікті шығарып жүрміз. X-ті табу үшін белгілі екі санды азайтамыз. X-тің мәні 13 болады екен. Ендеше жасырынып тұрған санымыздың салмағы 13 килограмм екен. Енді мынау екінші таразыдағы суреттерге қарайық. Бұл біріншіге қарағанда өзгеше. Себебі сол жақ таразыны 3 затты көріп тұрсыңдар. Қант 15 килограмм, күріш 9 килограмм, ал тары x килограмм. Бұл ұнның салмағымен тең. Ұн бізде 30 килограмм. Ендеше бірінші теңдеуге қарағанда бұл теңдеудің сол жағында 3 сан пайда болған екен. Оны қалай шешеміз? Қане мұқият, мында қарайық. Сонымен 15 килограмм қосу 9 килограмм бұл жаңағы қант пен күріштің салмағы. Оны белгілі болғандықтан жақшаға алып, сыртына x-ті жаздық. Тең болады 30 килограмм ұнның салмағына. Енді балалар, бұл өздерін көріп тұрғандай, бұрынғы теңдеуге қарағанда өзгеше. Бұны біз күрделірек деп атаймыз. Енді осы күрделірек теңдеуді қарапайым теңдеуге айналдырып алайық. Ол үшін жақшаның іші бірінші орындалады. Жақшаның ішінен 24 шықты, әрі қарай көшіреміз. Қосу x тең болады 30. Міне бұл бұрынғы теңдеуіміз. Енді x-ті шешуімізге болады. Ол үшін үлкен саннан кіші санды азайттық. X-іміз 6 килограмм. Яғни тарының салмағы 6 килограмм екен. Тексеріп көрейік. Қант, күріш, тары, үшеуін қосқанда ұнның салмағы сияқты 30 килограмм болды. Ендеше балалар, теңдеуді, осындай күрделі теңдеуді бірден шығаруға бола ма екен? Жоқ, бірінші алдымен балалар қарапайым теңдеуге айналдыру керек екен. Ал қарапайым теңдеуге айналдыру үшін не істеуіміз керек? Міне, осыған баса назар аударайық. Қарапайым теңдеуге айналдыру үшін, міне, оң жақтағы теңдеуді қараңдар. Біз қай жақта сандар бар, сол жақты шығарып алатын боламыз. Мысалы, мынау теңдеуде сол жақта x қосу 30, оның өзін жазып қоямыз. Оң жақта 20 қосу 38 деген сандар тұр. Оларды біз қосындысын тауып бірден жазамыз. 58. Міне, x қосу 30 тең 58, ол қарапайым теңдеуге айналып кетті. Енді x-ті табу оңай. Үлкен саннан кіші санды азайтып, x-тің мәнін тауып алдық. Егер x-тің мәні 28 болса, орнына қойып салыстырайық. Екі жақты да 58 шықты. Міне балалар, бүгінгі біздің сабағымыз осы. Күрделірек теңдеуді шығару үшін бірінші қарапайым теңдеуге айналдыру керек екен. Ал қарапайым теңдеуге айналдыру үшін қай жақта сандар тұр, қосылып азаятын болса, соны шығарып алу керек екен. Енді сендер өз беттерінше оқулықпен жұмыс жасаңдар. 54-ші беттегі номері 2-ші тапсырманы көріп тұрсыңдар. Ол жерде үлгісі де тұр. Сендер соның ә бөлігіндегі теңдеулерді шешіңдер. Одан кейін 3-ші тапсырма. Теңдеулер құр, оларды шеш. Бұл өте оңай. Мен сендерге оны құрып қойдым. Тек қана сендер А-ның мәнін және X-тің мәнін табасыңдар. Ал 4-ші тапсырма мүлдем оңай. Онда теңсіздіктер құрастырасыңдар, оны шешпейміз. Өйткені олар теңсіздіктер.
Бірінші теңсіздікті құрастырдым. Белгісіз сан 5 пен 6 санының көбейтіндісінен артық болып тұр. Міне А құрастырылып тұр. Ал әні өздерің құрастырып көріңдер. 5-ші тапсырмаға кестені ауызша қарастырыңдар. Ал келесі тапсырма үйге. Ол оқулықтарының 55-ші бетіндегі 8-ші тапсырма. 2 теңдеуді шешіп, қарапайым теңдеуге айналдырып алуды ұмытпаңдар. Осы тапсырмаларды орындаңдар. Бүгінгі сабақтарға сәттілік тілеймін. Егер түсінбеген жерлерің болса, жекеге шығып сұрап алуларыңа болады.